Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағдат Сейітқазыұлы. Ұйқы безін өлтіретін 5 тағам бар. Егер осы тағамды сіздер жеп жүрген болсаңыз, онда міндетті түрде сіздің ұйқы безіңізбен көп ұзамай проблемалар басталады деген сөз. Жалпы мынау ұйқы без ауруы негізінде тамақпен связаны. Егер де сіздің питанияңыз дұрыс емес болмаса, күнделікті түрде тағамдар болуы мүмкін, сіз оны жеп жүрсіз, бірақ сіз білмеңіз мүмкін, что сіздің осы ұйқы безіңіз құтырып жатқан. Именно осы продукттер үшін негізінде адам баласының ұйқы безі құртылады. Құртылған кезде де бұл байқан кезде научный доказанный заттар деп айтсақ та болады, өйткені осы медициналық статьялардан біраз материалдар алынған, астына ссылкасын қалдырып кетемін, қарап шықсаңыздар болады. Ал мен бастайын жалпы. Ең бірінші продукт ол бізде қуырылған тағамдар деп аталады. Қатты қуырылған деп айтсақ та болады, но жареный деп айтып жатады ғой. Болмаса специясы көп, то есть жаңағындай дәмдеуіштері көп қосылған, қуырылған тағамдар біздің ұйқы безімізді қатты травмировать етеді. Мына көріп тұрғандарыңыздай біздің органдарымыз, мынау төбеде тұрған печень, бауыр, бұл бауыр фильтр секілді жұмыс жасайды. Фильтр дегеніміз не? Ол мысалға кірленген затты тазартып отыратын орган секілді зат. Бірінші фильтр бізде бауыр, оның астына тұрған өт қалтасы. Мынау тазаланған күйінде мысалға көп заттың бәрін тазалай алмайды, сол себепті ол бауыр обработкасының барлығын осы мына қоқыстың бәрін мусорный бак ретінде несіне жинайды, өт қалтасының ішіне жинайды. Мына өт қалтасы өзі бізде мусорный бактың мусор шығаратын шелек сияқты функцияны атқарады. Мусорды біз қаяққа жаман жаққа лақтырамыз, дәл сол секілді жаман затты бұл өт қалтасы неге лақтырады? 12 шекке лақтырады. Оның астына тұрған ұйқы безі деген орган, ұйқы безі бізде именно осы воспаляция ететін, проблема алып келетін, приступ ұстайтын орган осы болып табылады негізінде. Қуырылған тағамдар жеген кезде не үшін бізде приступ болады? Оның барлығы оп-оңай, бұл заттың барлығы бірақ затқа байланысты. Ол деген зат қуырылған заттың любой продуктының тамақ болсын, оның гликемический индексі жоғарылап кетеді. Гликемический индекс дегеніміз не? Ол дегеніміз көмірсулар көп деген заттар. Көмірсуы көп болған жағдайда оның проблеманың барлығын, ударды өзіне алатын орган ол бізде осы именно ұйқы безі болып табылады. Гликемический индексі көп зат жеген сайын, получается, сіздің ұйқы безіңіз қабыну процестеріне ұшырауы өте ықтималды, өте жоғары. Жалпы не үшін ауырып жатыр ұйқы безіңіз? Өйткені сіздің тамағыңыз дұрыс емес. Именно тамағыңыздың обработкасы, тамағыңыздың дайындау техникасы дұрыс емес деген сөз. Егер де мысалға екі картошканы алып қарайтын болсақ, екі картоп бар, картоп. Бір картопта мысалға, былай көрсетіп айтайыншы, мына екі картошка мысалға, мынау картошка мысалға жареный деп айтайық. Мынау картошка мысалға жареный, кәдімгі нормальный картошка, орнына ауыстырсайын. Жареный картошка мысалға, мынау картошка жареный болатын болса, бұның гликемический индексі өте жоғары болғаннан кейін бұның қорытылуы да қиындай түседі, және ұйқы безіне нагрузка алып келеді. Ал жареный емес картошка болатын болса, мысалға суға пісірілген, бұның индексі төмен болады. Мысалға гликемический индексі мынаны 60 болатын болса, жареный заттардікі 100-ден асып кетеді. Қаншама разница? 1-2 есеге дейін, 3 есеге дейін гликемический индекстері жоғарылап кетеді жалпы айтқан кезде. Осы проблема осыда. Екінші продукт, енді бұл тағам деп айтпасақ та болады, бірақ сонда да айтылу керек зат, өйткені бұл ұйқы безін просто жоқ қылатын заттың бәрі. Бұл дәрі-дәрмектер. Қандай дәрі-дәрмек? Дәрі-дәрмектің любой түрі. Өйткені дәрі-дәрмек жасалған кезде бұл синтетикалық жолмен алынатын заттар болуы мүмкін. Қолдан жасалған заттар болуы мүмкін, искусственный заттардан жасалуы мүмкін деген сияқты. Болмаса, мысалға витаминнің структурасына барша жақылданған химический препарат болуы мүмкін деген сияқты. Неше түрлі жалпы айтқан кезде витамин болсын, мынау заводтан шығара алатын болсын, осы дәрілердің көбісі фармацевтический средства деп айтып жатады ғой. Көбісі біздің ұйқы безімізге де, бауырға да, асқазанға да, жалпы барлық органдарға осложнение алып келуі мүмкін. Оны жасыратын зат емес та ол, өйткені любой препаратты алыңызды, мысалға
мысалға да міне любой бір препаратты алдым мен қазір, мысалға там былай ашып қарасаңыз бұның инструкциясын қарайтын болсаңыз, там өте көп нелер бар, противопоказания. Со стороны сердечно-сосудистой системы вот эти не деп шығады, мысалы мысалға мен бір дәріні алдым, қазір мына дәрінің инструкциясын ашып қарайтын болсаңыз, мына жақта мысалға міне не болуы мүмкін дейді, қалай зиян алып келеді, мысалға диарея шақыру мүмкін деп жазған, ішек ауруларын алып келуі мүмкін деген, циррозға алып келуі мүмкін, бастамас болуы мүмкін дейді. Деген сияқты есек жем деп жазып қойған, бауырдың проблемасы, жалпы өте көп былайқан кезде препараттар біздің, особенно мынау біздің перерабатывающий органдар, бауыр, өт қалтасы және особенно ұйқы безі именно дәрі-дәрмектен қатты страдать етеді. Сол себепті дәрі-дәрмекті ішетін кезде ұзақ уақыт ішудің қажеті жоқ, курстарымен аз уақытта ішсеңіз болады. Негізі дәріден көрі шөптен жасалған дәрілер қазір дұрысырақ болып табылады. Үшінші продукт ол бізде алкоголь болып табылады. Алкоголь дегеніміз жалпы этанол деген затты құрамында содержит. Этанол дегеніміз не? Ол мысалға этанол дегеніміз мынау мысалға біздің клеткамыз болатын болса, эритроциты, мысалы эритроциты. Осы эритроциттерді бір-біріне жабыстырып, мысалы өз-өзіне салып, ішіне кіргізіп алған секілді гемолиз, гемолиз дегеніміз ол разрушение клеток деп айтылады. Жалпы бір-біріне жабыстырып тастайтын, клеткаларды бір-біріне қосып тастайтын, бляшкалар пайда болуына жол ашатын, сосудтарды құртатын және ұйқы безіне қатты нагрузка алып келетін продукт болып есептеледі. Сол себепті ұйқы безіңіз аман-есен болғыңыз келсе, алкогольді тоқтатыңыз. Маған көптеген пациенттер келіп жатады. Балам дейді, болмаса күйеуім дейді, күшіп қойып еді, асқазаны ауырып жатыр, асқазанда жара пайда болыпты. Ішкеннен кейін ұйқы без приступ болды деген затты естіген шығарсыздар. Көбінесе алкогольден болатын заттар болып есептеледі негізі. Не үшін? Өйткені түсіп жатқан, гемолизға ұшырап жатқан клеткаларымыз именно ұйқы безі өзі нәзік орган болып табылады. Егер малейший бір өзгерістер болып жатса, нормасына асып жататын болса, мысалы алкоголь болды. Ұйқы безі приступ береді, болмаса ұйқы безінде диффузный изменениялар пайда болады. Сол себепті алкоголь, любой түрі, безалкогольный пиво болатын болса да, пиво, арақ, коньяк, білмеймін, любой коктейль, моктейль, безалкогольный болсын, осының барлығы біздің ұйқы безімізді жоқ қылатын зат. Сол себепті вообще алып тастаңыздар рационыңыздан. Төртінші продукт ол бізде газдалған сусындар және де қант болып саналады. Қантқа көп затты жатқызсақ болады. Қазір магазинге барсаңыз 80% продукттың барлығына қант қосып тастаған. Не үшін? Өйткені қант әлемдегі ең доступный, арзан және де әлемдегі ең көп населениеға тарата алатын наркотик болып табылады. Негізінде қант ол наркотический дәрі секілді, наркотический кокаин секілді заттар секілді біздің миымызда өзгерістер ұшыратады. Мысалға, сіз ештеме сахарсыз бір 3 күн шыдай аласыз ба? Мысалға, сахар жемеген адам 3 күннің ішіне уже дірілдейді, іздейді да. Өйткені организмі әбден сіңіп қалған зат. Сол себепті қант содержащий продукттар, болмаса қанттың өзінің барлығын алып тастағандарың дұрыс. Өйткені түсіп жатқан қанттың бәрін проблемасымен разбираться ететін органның бірі ұйқы безі болып табылады. Қант көп болған соң ұйқы безіңіз қабынады. Бұл жерде воспаление пайда болады, воспаление пайда болады, приступ ұстауы мүмкін. Сол себепті қантты вообще алып тастаңыз. Газдалған сусын деп айтып жатқаным да осы да. Қазіргі газдалған сусындар болсын, чайлар болатын болса, соктар болатын болса, бәрі өтірік қоспалар мен өтірік қанттарға толы продукттар табылады. Мысалға 1 литр немесе 1,5 литр газдалған сусын ішінен осынша 1 стакан сахар шығады, 1 стакан қант шығады. Ойлаңызшы. Ал енді 5-ші продукт бізде колбаса, шұжықтар деп аталады. Шұжықтар менен фастфуд өнімдері, донер болсын, суши болсын, пицца болсын, тағы басқа. Жалпы көшеде пісірілетін пирожки, беляши, самса, тағы басқа фастфудтың барлығы тез өндірілетін тағамдар. Және де
колбаса, шұжықтар біздің ағзамызға өте зиян. Не үшін? Өйткені консерванттар өте көп. Біріншіден консервант көп. Консервант дегеніміз бүткіл пайдалы заттың бәрін өлтіріп тастайтын заттар болып есептеледі сақтау үшін. Енді ойлаңызшы, консервный банкадағы ет не үшін 4 жылда 5 жылда бұзылмайды? Өйткені ішінде тірі ешнәрсе жоқ, өліп қалған бәрі, өлі ет былай айтқан кезде. Мысалға шұжықтар тоже самое, колбасные изделия, чтобы ұзақ годностьпен тұру үшін, анан неше түрлі балыққан еттердің бәрін іріп кетпеу үшін, құрып кетпеу үшін ұстап тұратын дәмдеуіштерменен консерванттар қосады. Ағзаға зиян ба? Конечно, зиян. Не үшін псориаз көбейіп кетті? Не үшін экземалар көп? Не үшін атопический дерматиттер көп? Не үшін бұрында болмаған неше түрлі жаралар көбейіп кетті, кожный проблема? Барлығы шектермен, паразиттермен, біздің жеп жатқан тағамдарымызбен байланысты. Сол секілді осы заттың бәрін тазалау керек, ағзаңызды тазалау керек, құрттан тазалау керексіз. Мынау жаман тағамның бәрін алып тастау керексіздер, фастфудты тоқтату керексіздер, колбасаны тоқтату керексіздер. Жалпы осы 5 тағамды, егер 5 тағамды мен айтылған, біріншісі, қорытынды айтып кетейін, қуырылған заттар, дәрі-дәрмектер, алкоголь, үшіншісі, төртіншісі газдалған сусындар мен қант, бесіншісі колбаса мен фастфудтар. Осы 5 затты алып тастайтын болсаңыз, сіздердің ағзаңыз өзіңізге риза болады, сізге рахметін айтады және ұзағырақ өмірді сүретін болады. Сол себепті осы 5 заттан аулақ болыңыз. Егер де сіздің проблемаңыз болатын болса, осы жайлы, мысалға асқазан, ұйқы без, өт жолдары мен консультацияма жазылсаңыз болады. Осы номерға маған жазсаңыз, маған консультация керек етті, мен сізге ары қарай инструкция беретін боламын, не істеу керек екенін. Егер де толығырақ осы ұйқы без туралы лечениясы, қалай емдеу керек білгіңіз келсе, мен сіз үшін керемет видео дайындап қойдым. Төбеде ссылка шығады, осыған бассаңыз, өте маңызды, өміріңізді жақсы жаққа өзгертетін видео болып табылады. Көріп шығыңыз соңына дейін. Сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Келесі 2 видеода көріскенше сау болыңыздар.